Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз мультфильм құру. Алдымен өткен сабақты еске түсірейік. Пернетақта симуляторы не үшін қажет? Бүгінгі сабақта үйренетініміз кейіпкерлер арасында мәтіндік диалог ұйымдастыру. Сен мультфильм кейіпкерлері болатынын жақсы білесің. Кейіпкерлер сөйлейді, қозғалады. Мультфильмдерде анимация қолданылады. Анимация тізбектелген суреттердің көрсетілімін өзгерту арқылы қозғалысты бейнелеу. Бүгін Scratch программасында кейіпкерлермен мультфильм құруды үйренеміз. Программа сахнасына 2 фон және 2 кейіпкер таңдайық. Оларды интернеттен жүктеп алуға да болады. Біздің таңдайтын сахна фоны және скриптісі. Білгенге маржан. Дыбыс блогы күлгін түсті блок. Ол блокты пайдаланғанда дыбыс ойнатылады. Дыбыстарды арнайы дыбыс кітапханасынан алуға болады. Кейіпкерлер оқушы мен мұғалім болсын. Олардың арасында диалог құрамыз. Суретте оқушы мен мұғалім және олардың скриптісі. Назар аударайық. Сахна фонына да скрипт жазуға болады. Суреттегі хабарламалар арқылы сахна мен спрайтты байланыстыра аламыз. Балалар, енді дәптерімізді ашып, тапсырма орындаймыз. Ізден орында. Терезелердің атауларын жаз. Ойланып жаз. Мысық спрайтты не істей алады? Сөзді тап. Ребусты шеш. Шыққан сөзбен сөйлем құрастырып жаз. Ребусты шеш. Қандай сөз тіркесі шықты? Сәйкестікті орында. Түлкі мен тырна ертегісін есіңе түсір. Ертегі суреттерін ретімен қой. Келесі тапсырма компьютермен жұмыс. Тапсырмаларды орында. Scratch'ті іске қос. Сахнаға 2 фон және 2 кейіпкер таңда. Оқушы мен мұғалім. Сахнадағы 2 фон үшін скрипт құр. Оқушының скриптісі үшін оқиғалар, келбет, басқару, қозғалыс блоктарын пайдалан. Мұғалімнің скриптісі үшін оқиғалар, келбет, басқару, қозғалу, сенсорлар, дыбыс, операторлар блоктарын пайдалан. Тапсырманың жасалу жолына назар аударайық.
Балалар, осымен бас бармақ арқылы сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.